Так, телевизорда не болып жатыр? Сәлеметсіз бе? Сіздермен бірге мен Екатерина, бірінші каналдың новостелері. Бүгін больницада бір ауру адам бір врачтарды істеп тастап, ол жерде мясорубка жасап тастады. Қазір көп адамдар ол жерде жарақатталған, ал басқа жұқтырып алғандар айнадан секіріп жатыр. Қараңдар, аналар айнаны сындырып жатыр. Атыңдар! Ауру жұқтырып алған адамдар айнадан секіріп жатыр, жақындағандар түсті. Круто! Давай еще одного! Жарақатталған тірілді. Тоқта! Больницаны полицейскілер қоршап алған. Жарақатталғанмен ауруларды қазір госпитальға апарып жатыр. Түк түсінбеймін. Не болып жатыр? Зомби апокалипсис пе? Қазір магазинге барып келу керек. Егер құпия болса, сізге осынша консерва не үшін керек? Зомби апокалипс емес қой. Жаңалықтарды көріңіз. Сәттілік. Может, чего нового по телевизору? Құрметті достар, сіздер білесіздер, бір үлкен қалада бір эпидемия басталды. Ол эпидемияның басталуының себебі Арктикадан бір ауру адам келіп, сол госпитальға кірді. Ол госпитальдан кейін шыққан адамдар уже тірі болмай шықты. Қазір ол госпитальдан зомбилар басқа жаққа да шығып келе жатыр. Сондықтан да абай болып жүріңіздер. Менің өзімнің зерттеушімнің айтуы бойынша бұл зомбилар. Зомбилар. Сондықтан да абайлап жүріңіздер. Егер олар зомбиларға қарсы тұра алмаса ше, инфекция ауадан да таралады ғой. Самолеттардың көп ұшқанының себебінен ол эпидемияда ауадан тез уақыттарда келеді. Сондықтан да мен тез қайту керекпін. Ақша, телефон, дәрілер, қайшы, инструменттер, радио, карта, балта, және де сумка, соның бәріне салайын. Су, кастрюль, пышақ, тамақтар, вилка, кружка. Мен Уральский таулардың арасына барайын деп шештім. Өйткені ол жақта адамдар көп емес, сондықтан да жақта зомби болмайды деген ойдамын. Отбасыма звондадым, олар да сол жаққа барады. Радиодан вирус өте қатты күшейіп, ауадан тез берілетінін айтты. Сондықтан да мен өте тез ауылдарға қаштым. Және менің емдейтін осы вирусқа қарсы тұра алатынына сенімдім. Мен де ата-анама барғым келеді, бірақ олар өте алыста тұрады. Сондықтан да мен өзім жалғыз жай баруым керек. Осылай зомби апокалипсис басталды.